өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігі мен қалауына сүйену керек. Қазіргі таңда мамандықтың түрі көп. Таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы, адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет. Және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Қазіргі заман талабына сай сапалы білімді, біліктілігі жоғары маманды талап етуде. Біздің колледжіміз Жамбыл облысында алдыңғы қатарлы абыройлы оқу орындарының бірі деп айтуға толық негіз бар. Қаратау құрылыс техникалық колледжі 2021-2022 оқу жылына 9-11 сынып базасында күндізгі және қашықтықтан оқыту бөлімдеріне бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы бойынша талапкерлерді оқуға қабылдайды. Қаратау құрылыс техникалық колледжі 1963 жылы 9 мамырда құрылған. Колледж мемлекеттік орта арнаулы оқу орны. Бүгінгі таңда колледж 10 мамандық бойынша орта буын мамандарын дайындайды. Соның бірі техник бағдарламашылар. Ақпараттық технологиялар бір орында тұрмайды және үздіксіз дамып отырады. Бұл өндірістік процестер, бизнес және басқа да қызмет салаларындағы технологиялардың өзгеруіне әкеледі. Ақпараттық қоғамның қалыптасуы тиісті білімі бар мамандардың болу қажеттілігіне серпін берді. Осыған орай, бағдарламалауға байланысты мамандықтар қазіргі заманғы нарықта сұранысқа ие және болашақ кәсіби қызметті таңдау туралы әлі шешім қабылдамаған талапкерлер осы саланы мұқият қарастыруы керек. IT саласында маманданудың жеткілікті санын бөлуге болады. Бүгін біз техник бағдарламашы мамандығымен танысуды ұсынамыз. Бағдарламамен қамтамасыз ету қазіргі кезде ең жоғарғы сұраныстағы мамандықтардың бірі. Барлық салаларда бағдарламамен қамтамасыз ету қолданылады. Оларды тек IT саласымен шектемейді. Олар дизайн, білім беру, медицина, көлікті дамыту, медиа және басқа салаларда сұранысқа ие. Сондай-ақ деректерді басқару, оларды беру және қорғау бағытында жұмыс істеуге болады. Бұл мамандықты игерген түлектер тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде сұранысқа ие. Қазіргі қоғам ақпараттық, сондықтан мамандық өте өзекті. Бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығының стратегиялық маңызы зор. Кәсіби мамандар маңызды деректерді цифрлауды және қорғауды қамтамасыз ететін қауіпсіздік қызмет үшін жұмыс істейді. Бұл сала өте жауапты және жоғарғы білімді қажет етеді. Техникалық бағдарламашы келесідей кәсіби дағдыларға ие болады. Бағдарламалық тілдерін сенімді меңгеруі, әртүрлі операциялық жүйелерді білу, бағдарламамен өнімдерді және бағдарламалы құралдармен жұмыс істеу дағдыларының болуы, деректер базасына қызмет көрсету, сондай-ақ олардың негізгі технологиялары саласында білімнің болуы, жабдықтардың немесе бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс конфигурациясын таңдай білу. Студенттер корпоративті деректерді, әртүрлі ақпараттық жүйелерді қорғау тәсілдерін үйренеді. Олар тек компаниялар үшін ғана емес, сонымен қатар жеке пайдаланушылар үшін де құпиялылықты қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда киберқауіпсіздік мессенджерлерде, бұлтты сақтау орындарында жұмыс істеу үшін кеңінен қолданылады. Колледжде оқыту практикалық дағдыларды қамтиды. Студенттер міндетті түрде теориялық базаны қолдана отырып, өз жобаларымен жұмыс істейді. Кәсіби мамандар нарықта сұранысқа ие және жұмысқа орналасудың және мансапты өсудің тамаша перспективасы бар. Бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығының студенттері республикалық, аймақтық, облыстық байқаулардың, конференциялардың тұрақты қатысушысы және жеңімпаздары. Біздің колледжімізде студенттерге таңдаған мамандықтары бойынша әкімшілік және оқытушылар тарапынан сапалы білімді беруге толық дайын. Біз білімді болашағымызға сенеміз. Сізге Қаратау құрылыс техникалық колледжі студенттер қатарына қабылдануыңызға сәттілік тілейді.